Қайырлы күн достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге кешкі асқа өте дәмді ұн қуырдақ тағамын дайындайтын боламыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға 250 грамм суымызды құйып, оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де 1 жұмыртқамызды салып, жұмыртқамен суымызды жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Осы кезде алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, қатты емес, қатты жұмсақ та емес, орташа көлемде жақсылап қамырымызды илеп алатын боламыз. Міне қамырымызды илеп болдық. Енді қамырымызды 20 минутқа тындырып қойып қоямыз. Осы уақыт аралығында тағамымызға қосатын қоспаларымызды дайындап алатын боламыз. Алдын ала жуып тазаланған картошка, ет, пиязымызды осылай барлығын майдалап турап алатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған қазанымызға шамалы майымызды құямыз. Майымыз қызғаннан кейін етімізді салып, етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Етіміз жақсылап қуырылғаннан кейін оның үстіне пиязымызды саламыз және картошкамызды, болгар бұрышымызды салып, жақсылап қуырып алатын боламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін 1 шай қасық томатымызды салып, тағы да жақсылап араластырып қуырып, оның үстіне суымызды құямыз. Суымызды құйғаннан кейін суымызды жай отта жарты сағатқа қайнататын боламыз. Енді суымыз қайнап, картошка етіміз піскенше жаңағы илеп қойған қамырымызды осылай екіге бөліп алып, жақсылап жаятын боламыз. Өте қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде жайып алатын боламыз.
Қамырымызды осылай жайып болғаннан кейін, осылай оны төрт бұрышты етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Кесіп болған қамырымызды алдын ала қызып тұрған табамызға осылай салып, қамырымызды осылай қатты пісірмейміз, яғни қамырымызды осылай кептіріп алатын боламыз. Барлық қамырларымызды осылай кептіріп алатын боламыз. Міне осылай барлық қамырларымызды кептіріп алғаннан кейін, бірінің үстіне бірін қойып, осылай ортасынан бөліп, кәдімгі қамырымызды кеспе сияқты етіп, майдалап кесіп шығатын боламыз. Міне біз барлық қамырларымызды осылай кесіп шықтық. Өте әдемі болып, құрғақ болып, шашырап тұратын болады. Енді қайнап тұрған жаңағы қоспамыздың бетіне кескен қамырымыздың барлығын осылай үстіне бір тегіс етіп жайып қойып шығатын боламыз. Бір тегіс етіп қойып болғаннан кейін қақпағын жауып 5 минутқа қатты отта қайнататын боламыз. Бес минут қайнағаннан кейін осылай шанышқының көмегімен қамырларымызды астынан үстіне қаратып, осылай барлығын бір тегіс етіп араластырып шығамыз. Барлығын бір тегіс етіп араластырып болғаннан кейін астыңғы отын жай қойып, тағы да 5-10 минутқа демдеп қоятын боламыз. Міне сонымен біздің қуырдақ тағамыз дайын болды. Өте шашырап тұратын, дәмі өте керемет болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеле кетіңіздер. Және қоңырауша белгішесін басып қойсаңыздар, менің каналымнан түрлі рецептерді көре алатын боласыздар. Міне осылай біздің тағамымыз пісіп шықты. Көрінісі де өте әдемі, дәмі де өте керемет болып шығады. Қазір енді сіздермен бірге дәмін көретін боламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Өте тойымды әрі тез дайындалатын тағам болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.